Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Естіп отырсыздар ма? Естіліп тұр ма? Әріптестер, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Рахмет. Ендеше бастайық. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы Трек мектеп ресурстық орталық жанындағы интернаттың бастауыш мұғалімі Асылбекова Жанар Мұхаммедовна. Менің әдістемелік құралым 4-ші сыныпқа арналған 34 сағатты құрайды. Жалпы қазақ тілі сабағында ерекше білімді қажет ететін оқушылардың жазу дағдысын қалыптастыру тақырыбында жазылған болатын. Бұл тақырыпты алудағы негізгі бір себебім бүгінгі күні мектептерде ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың саны көбеюде, өздеріңізге аян. Сол себепті осы оқушылармен, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен біз білеміз, сабақ барысында жалпы ерекше жұмыс жасауды қажет етеді. Ондай оқушылардың мінез құлқында да ерекшелік болатыны белгілі. Менде де өз сыныбымда осындай оқушы кездесті. Сол оқушымен жұмыс барысында өзіме жеңілдік болу үшін осы тақырыпты әдістемелік құрал жазып шықтым. Жалпы мақсаты ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың жазу дағдыларын жетілдіру және жазбаша сауаттылықтарын арттыру. Енді жазу ол ойлау мен тілдік дамудың айнасы. Жалпы жазу дағдысы дегеніміз не? Ол не үшін қажет дейтін болсақ, жазу дағдысы бұл адамның өз ойын, сезімін, ақпаратты жазбаша түрде сауатты әрі түсінікті жеткізе алу қабілеті. Бұл дағды оқу мен сөйлеу сияқты негізгі коммуникативті қабілеттердің біріне жатады. Ерекше білім беру қажет ететін оқушылар үшін жазу дағдысын қалыптастыру тек оқу жетістігі ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі таныту мен сенімділікке жетудің маңызды жолы болып табылады. Енді әдістемелік құралдың міндеттері бұл оқушының жазу қабілетін дамытуға арналған арнайы әдіс тәсілдерді қолдану, жазу процесіндегі моторика, координация және әріптерді тану дағдыларын қалыптастыру, жазу дағдыларын дамыту, дұрыс жазуға, сөйлем құруға үйрету, білім-білік дағдыларын қалыптастыру, мәтін құрастыру қабілетін жетілдіру, ойды жүйелі жеткізуге дағдыландыру, дыбыстық талдау мен синтез арқылы сауат ашу қабілетін жетілдіру, оқушылардың ойлау әрекетін дамытуға ықпал ету, жазу барысында шығармашылық және танымдық белсенділіктерді арттыру. Күтілетін нәтиже: дыбыстар, яғни ерекше білім беруді қажет ететін оқушы дыбыстарды ажыратады, дыбыстық талдау жасайды, жазу барысында шығармашылық және танымдық белсенділіктері артады, білім-білік дағдылары қалыптасады, дұрыс сөйлем құру және орфографиялық ережелерді сақтай отырып жазу дағдыларын меңгереді, өзіндік ой пікірін жазбаша жеткізе алады, ақыл ойы, ойлау қабілеті дамиды, тұлға ретінде қалыптасады, пәнге деген қызығушылық артады. Енді жазу дағдысын қалыптастыру кезеңдерін мен 4 кезеңге бөлген болатынмын. Бірінші кезең қол қимылдарын дамыту, қолдың ұсақ моторикасын жаттықтыру. Екінші кезең әріп, буын, сөз жазуға үйрету. Үшінші кезең сөйлем, мәтін жазу дағдыларын қалыптастыру. Төртінші кезең оқушының шығармашылық жазбаларын дамыту. Енді әдістер мен тәсілдерге келетін болсақ, саралау әдісі, тапсырманы оқушының мүмкіндігіне қарай беру, визуалды қолдау, суреттер, пиктограмма, кестелер арқылы тапсырмалар ұсыну, тірек сызбалар ойды жүйелеуге және жазбаша жеткізуге көмектеседі. Диктанттың жеңіл түрлері де оқушыларға ұсынылады, яғни ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға. Оның ішінде көмекші диктант, толықтыру диктант, сөздік диктант, суретті диктант сияқты тапсырмалар беріледі. Енді қысқаша сол тапсырмаларға тоқталатын болсам, жалпы барлық әдістемелік құралды сіздерге көрсету мүмкін емес, уақыт шектеулі болғандықтан, бірақ дегенмен кейбір тапсырмаларға тоқталып кетсем. Берілген тапсырмада, мысалы, оқушы бірінші суретте көшіреді, келесі үстінен бастырып жазады, және де келесі екінші, үшінші суретте көріп отқаныңыздай, оқушы екі қолмен бірлесіп отырып жұмыс жасайды. Яғни оң қолмен, сол қолмен бірлесіп бір уақытта суретті жалғастырып сызып шығады. Яғни бұл оқушының жаңағы мен айтып кеткен бірінші кезеңдегі қол моторикаларының жақсы дамуына ықпалын тигізеді. Осындай жаттығулар. Енді мына жердегі тапсырмаға қарайтын болсақ, яғни әдістемелік құралдағы тапсырмалар жеңілден күрделіге қарай берілген. Ең бірінші біз оқушыға, жаңа ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға қарапайым 2-3 әріпті сөздер ұсынамын.
Бұл жерде мысалы жаңағы көріп отырсыздар ау, су, ту, әу деген жай ғана екі дыбыстан құрылған сөздер. Бұл жерде оқушы бұл сөздерді көшіреді, жазады, қалай жазылатынын есте сақтайды, иә, және де дауысты дауыссыз дыбыстарды да ажыратады. Келесі екінші тапсырмада енді бұл жерде бастырып жазады және сол берілген сөзді астына қайтадан көшіріп жазады. Енді бұл жерде мендегі әдістемелік құралдағы бір тағы да ерекшелігі, әрбір тақырыпта берілген бір тапсырма дескрипторға сүйеніп жасалған. Яғни сабақ барысында сол бір тапсырма арқылы оқушыны бағалауға жеңілдік туындайды. Мысалы, біздегі екінші тапсырмаға мен дескриптор беріп отырмын. Бұл жерде дескрипторда берілген сөздерді қатесіз көшіреді 1 балл, әріптердің емлесін сақтайды, яғни тағы да 1 баллмен құрылған. Енді келесі мысалы әдістемелік құралдағы осындай орта кезіне келген кездегі тапсырмаларға алатын болсақ, бұл жерде балаларға сөз беріледі. Қарап отырсаңыздар, өте жеңіл, бірақ та ол ерекше білім беру қажет ететін оқушы өзі ерекше бала болғандықтан, ол оқушыға күрделі тапсырмаларды берудің қажеті жоқ, иә. Мысалы, тақия. Бұл сөзде бала қалып қойған әріптерді алдында беріліп тұрған дұрыс сөздерге қарай отырып, қалып қойған әріптерді не істейді? Өзі келтіріп жазады. Яғни тағы да дауысты дауыссыз дыбыстарды ажыратып жазып отырады. Бұл жерде де тапсырмаға дескриптор берілген. Енді келесі екінші тапсырма, бұл жерде оқушы енді мәтінмен жұмыс жасай бастайды, иә, сөйлемдермен жұмыс жасай бастайды. Бұл жерде берілген көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Яғни керекті сөздер астында ұсынылған, сол керекті сөздерді сөйлемге толықтырып отырып бала сөйлемді көшіріп жазып шығады. Үшінші тапсырмада қарап отырсаңыздар, мәтінмен жұмыс. Бұл жерде жаңағы көп нүктенің қарамен жазылған сөздерді бала көшіріп жазылу керек. Яғни қарап отырсаңыздар, қарапайым жаңағы екі әріпті сөздерден бала жай-жайдан сөйлеммен, мәтінмен жұмыс жасауға келді. Енді осыдан, мысалы, бір тақырыпты мен сіздерге тапсырмасын көрсетіп отырмын. Бұл жерде біз кәдімгі сабақта антоним өтеміз, иә, 4-ші сыныпта. Енді мен 4-ші сыныптағы сол ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға қарама қарсы мағыналы сөздерді түсіндіремін балаға. Себебі ол антоним деген ұғымды толық түсінбеуі мүмкін, иә. Енді бұл жерде ең бірінші мен балаға суреттер жай ғана салыстырмалы түрде суреттер ұсынамын. Яғни биік, аласа деген сияқты екі суреттің бір-біріне қандай айырмашылығы бар екен. Қара қоян мен ақ қоян, яғни біреуінің түсі қара болса, біреуі ақ. Яғни бала не істейді? Салыстырады, екеуі қандай екен, иә. Одан кейін мұғалімнің көмегімен бірінші тапсырманы орындайды, яғни бұл жерде берілген қарама-қарсы сөздердің келесі сөздерін табу керек. Мысалы, үлкен мұғалімнің көмегімен мұғалім суреттер ұсынылып отыруы мүмкін, иә. Бұл жерде мысалы жаңағы үлкен заттың суреті берілсе, одан кейін оған қарама-қарсы кіші сурет берілсе, бала үлкен, кіші деген сияқты өзі тауып, осы мұғалімнің көмегімен орындауға болады осы тапсырманы. Одан кейін сәйкестендіріп, яғни ашы, тұшы, жақсы, жаман деген сияқты сөздерді тағы да бала не істейді? Сәйкестендіреді. Бұл да қарама-қарсы сөздер екен бала білетін болады. Ым-ишара қолдану арқылы сурет бойынша тағы да жұмыс жасауға болады. Бұл жерде енді қарап отырсаңыздар, жолбарыс қандай? Жылдам, ұлу қандай? Баяу. Ендеше екеуі қандай бір-біріне? Қарама-қарсы сөздер деген сияқты осындай суреттер жас, кәрі дейтін. Яғни осы бір-біріне қарама-қарсы келген сөздер бізде антоним деп балаға осылай түсіндіруге болады, ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға. Жалпы осындай тапсырмалар ұсыну арқылысында ерекше білім беруді қажет ететін оқушыны дыбыстарды ажыратады, дыбыстық талдау жасай алады. Ең бастысы жазу каллиграфиясы түзетіледі. Ақыл-ойы дамиды. Пәнге деген қызығушылық артады. Және де ең бастысы бала өзі тұлға ретінде қалыптасады. Менің осы әдістемелік құралымның арқасында мен ойлаймын, жалпы тек қана ерекше білім беруді қажет ететін 4-ші сыныптағы оқушының ғана емес, бұл үлкен көмек мұғалімға да. Себебі біз білеміз, сабақ барысында біз ондай оқушыларға қосымша тапсырмалар ұйымдастырамыз, иә. Мен осы әдістемелік құралдың арқасында ондай күнделікті тапсырмалар құрастырмай, осы әдістемелік құралымды күнделікті сабақта, қазақ тілі сабағында қолданып отырдым. Яғни ол өте үлкен оң нәтижесін берді, маған сабақ беру процесі де жеңілдеді, әрі оқушыға да қызықты болып, тақырыпты жақсы меңгеріп отырды. Яғни нәтижесінде менің оқушым әртүрлі конкурстарға, сайыстарға қатысты, нәтижелі жақсы жүлделі орындар алып отырды. Оның ішінде мектепшілік жаңа көркем жазу
сайыстарына да қатысты, көшіруге өте жақсы. Міне көріп отқандарыңыздай осындай жетістіктерге, яғни конкурстардан нәтижелі орындар алып отырды. Яғни ол осы әдістемелік құралдың жақсы бір нәтижесі деп білемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Кері байланыс беріп кетсеңіздер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Қайырлы күн, әріптестер. Міне бүгін бізге әдістемелік өзіңіздің әзірлемеңізді ұсынып отырған Шет ауданынан Жанар Мұхамедовна. Жұмысыңызды сәтті қорғағаныңызбен құттықтаймыз біріншіден. Екіншіден, жұмысыңыз өте мазмұнды жасалған, әзірлемеңіз басқа да мұғалімдерге өздерінің тәжірибесіне қолданатын тұстары өте көп. Оқушыңызбен жасалған практикалық жұмыстарды барлығын көрсетіп жатсыз. Ары қарайда бұл жұмысыңыз неге сұранысқа ие болады деген сенімдемін. Рахмет, әріптес, рахмет. Рахмет. Жақсы, тағы сұрақтарыңыз болса, жоқ болса, жақсы, сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға рахмет.